болса, немен айтсам қырсығып. Енді Айзере қандай есі дұрыс адам қырық қалған заброшкаға барады. Түндемай еще жоқ қыз басым ол жақта не бар? Сонда қыз олса жүруге болмайды деген заң бар ма не? Ей, не? Айша, айтшы мынаған. Мен оған не деп айтам? Ода тіл жоқ айтатын. Кетші. Осы біз бүкіл достарымызбен бірге қуамыз ба бірден не? Неге? Енді мынадай, анау анадай. Мен істедім? Сен не істегеніңді сөйлеу үшін 2 литр кола, 1 пачка семеш керек. Ал бізде сабақ бастайын деп жатыр. Жүріңдер. Сен қайда, біздің сынып басқа жақта ғой. Ойбай. Негізі қуамыз деп дұрыс айтыпсың. Сосын менің тамағымды басып берді. Қалай? Білмеймін, папа біледі. Ал мен үнемі әжеме айтам, ол кісінің бәрін біледі. Менің де әжем болса ғой. Сұрасаңшы, папаңнан не қысыласың? Айтпайды папа, білмеймін неге екенін. Бәлкім ештеңе білмей ақ қойсын дейтін шығар. Мүмкін. Айтпақшы, еще менің әжем тоқыма тоқи алады. Маған үйретемін деп уәде берген. Білемін, менде болмай сол кезде. Ой. Бір кеттік. Мен алып жатырмын. Ойбай, саған алып беріп жатырмын. Жарайды, рахмет. Ештеңе етпейді, өсіп кет. Не, мен бойымды кішкентай депсің ба? Жо, Құдай сақтасын. Менікі жай тілек қой. Кеше апай сені іздеп жүрген, көрсең дереу хабарласын деп айтты. Жай ма? Білмеймін, менікі жеткізейін деген ниет қой. Все, рахмет. Әже қалай, алдында кіріп шыққанымда давлением көтерді деп еді. Бәрі жақсы. Сәлем айтқан, или айтпаған беді. Ең бастысы ниет қой. Мазақ қылып үлгеру керек я осы. Мен не істедім? Сөйлеп үлгерген жоқпын ғой әлі. Вот сол аузыңды ашпай жүре бер. Тағы не білдірдің? Ештеңе. Қалай өтті күндерің? Сабақ қалай? Айтып отырыңдар. Абайлар ішіндер. Бәрі күшті, керемет. Ал біз бүгін бақылау жаздық. Ал біз бүгін... Айттым ғой сізге абайлап ішіңіз деп. Кешір қара. Қашанға кішкентай бала сияқты алдыңыз сүрте берем? Мам, ашуланбаңыз, әкеңіз мен сүртейін. Отыр, өзім сүртем. Айдана, бүйтіп адамдың мазасына берекет алмай аяқ астынан жарай ма? Осы үйде барлық шаруаны мен істеймін, бірақ осы үйдің берекетін мен аламын ба? Сүртінан дұрыстап. Әже, қолыңыз қақсап жатыр ма? Уқалап берейін бе? Жоқ, бұл үй тек маған ғана керек сияқты. Барлығын мен істей берем. Сендер мені түсінбейсіңдер. Мам. Не? Жетер, болды қой. Балаларды да шошыттым. Вот именно, Дархан, жетер. Балалар сабақта, сен жұмыста, апамен тек мен ғана қалам. Сендер мені түсінбейсіңдер. Өйәкін сен. Деп. Істеп отсыңдар, ішіп болсаңдар, білмерін не мәнір. Ештеңе етпейді әже. Өзіңіз білесіз ғой мінездерін. Ертең-ақ басылады. Мен айтты дейсіз. Рахмет жаным бұтым. Ал балалар, бүгін күндерің қалай өтті? Естейсіз, пап, әркім өз шаруасы бар ғой. Қой! Сенде қандай шаруа? Пап, осы сіздің мамам папаларыңыз қайда? Жай сұрадың ба, қызым? Енді пап, өзіміздің ата әжеміз туралы білу керекпіз ғой. Жоқ. Сендерге тыныш отырыңда деп қаншама айтама, әйтеуір біреудің көңіл күйін бұзасыңдар я осы? Мен істедім. Қызым, не үшін сұрадың? Сабина әжесін айтып мақтана береді. Бағила әже өте күшті адам. Мен ойладым, менің де әжем сондай шығар деп. Жоқ, ондай емес. Өмірде Бағила әжең біреу ақ. Сондықтан екіншісін таппайсыңдар.
Оныңыз рас, Бағила апаны ес білгелі көріп келе жатырмыз ғой. Сонда да әр адамның ата-әжесі болу керек қой. Мына қызда бір қоймай қойды, жүрсін сен сазайынды берейін. Ей, кетші, пап маған айтыңызшы. Соңғысы бастап кеттік па не, мә онда. Ой, бастасақ бастайық онда. Сурет салуға да болады екен. Шығармада жаза алады екенбіз. Жалпы конкурс деп тұрғылсын жоғарысында. Тек бір нәрсесін ғана оқымай, барлығын оқысаңдаршы. Біз қасамыз ба? Неге біздің отбасымызда тек папа барын аяқта шежіре, анау мұнау деп тұр ғой, оны кім айтады дейсің бізге? Папаны күндірсекші. Сонда сендер қай рудан екендеріңді білмейсіңдер ма? Біркем бізге папа айтпады. Өзі де білмеген шығар Қайсар. Қалай сонда? Не аспаннан түскенде болып отырсын, қаншама рет талқыладық па? Қашан? Біз қатысамыз ба жоқ па? Біз қатысамыз. Әжеден біраз нәрсе сұрау керек болды. Біз пападан сұрап көрейік. Егер қандай да бір мәлімет берілсе, мүмкін қасып көрерміз. Ойбай, официально сөйлегенес. Неге ерте қайттың? Сабағым біткен жоқ қой. Не? Мен сабақтан қашқанымды көре алмай жатсың ба? Жай апай ұрсады деген ғой. Не? Біреумен кездесейін деп жатсың ба? Кетші. Әже! Жүр, барайық. Қалайсыз? Көрінбей кеттің ғой. Ой, асыл сен бісің, өсіп қапсың ғой. Мынау кім? Әже! Біздің Абзал ма? Ой, әже, мен сізді ойлап жүрсем, арқа сүйер әжем бар ғой деп. Арқан сүйей бер, өзім күтіп алам. Ай, әже, мен де осылай еркелетіңізші. Кетейін, әркім өзінің әжесі болады ғой. Иә. Ойнап айтам. Жүріңдер қыздар, сендерге мороженое алып берейін. Шынымен бе? Иә, әже. Бүгін немереңіз екі қызды балмұздақпен қамтамасыз етеді. Сенен барасың ба жоқ па деп сұраған жоқ қой? Жүр. Жоқ, мен шаршадым, қалай түсінбейсің? Не істеп шаршадың? Анам өзі тұрып, өзі отырып жүр. Онда отыр үйде, мен жұмысқа шығайын, көрер едім сонда. Қой шайдана. Балаларым өскенде, мен әлі отырмын декретте, сен шешенді қарап. Отыр, несі бар? Ақшаң жетпей жатыр ма? Ақшам жетпейді емес, адамдармен араласуым жетпейді. Күні түні көретін тек сен шешен. Не мен шешем? Не жамандық көрдің о кісіден? Он мен қоймай саған көмектеседі. Қойса мен түсінбейсің. Сәлем супер көрермен. Енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше. Телефон көруге келсеңдер барсаңдар шанияқа. Соны айтам, онсызда та жерде отырып алмай. Қазір барлықтарын шығып кетесіңдер. Ал біз Асылы екеуміз әженің жанында қаламыз. Тиіспей-ақ қойыңдаршы менің балама, отыра берсін да. Әже, біз өз шешемізді білмейміз. Әже, ал біздікі қандай, сізден сұрамаса қалып кетейін деп тұрмыз ғой? Үлгеріп қалайық десе, Қайсар тыныш отырш қазір тая жейсің. Не сұрайсыңдар? Шежіре руларды айтып бересіз ба? Мен сендерге отанда ертек айтып берейін, иә? Әже, қазір кім ертегі тыңдайды? Несі бар? Әкелерің осы уақытқа дейін ертек тыңдап келген. Әже, енді ол кезде телефон болмады ғой, ал қазіргі кезде телефон бар. Сондықтан оның ішінен көп деген ертегілерді көріп, таңдап алып көруге болады. Бұл ертегі мүлдем басқаша ертегі. Бұнда ана мен бала туралы айтылған. Ал сендердің мамаларың сендерге ертек айтуға келмейді. Әжеу, ал біздің ру кім?
қоңыраттан ғой. бәсе көрініп тұр ғой. Кетші бар. Ойнап айтам, не бір нәрсе болса сразу ренжіп. Әже, ал қазір балаңыз ертегі тыңдай ма? Жоқ, баламның қолы мүлдем бос емес. Оның өзінің бала шағасы бар, міндеттері бар. Бірақ менің папам айтады ғой, анасы бар адамдар үнемі бала болып қалады деп. Демек Дарханаға әлі бала? Иә, солай. Бірақ та сендер олаған айтып қоймаңдар. Жүре ме? Жоқ, мен олай ойламаймын. Яда сен ол жерде болған жоқсың ғой, сосын ойламайсың. Как будто өзің болған адам сияқты сөйледің ғой. Нені айтып жатыр еді? Рим империясы. Ойбай, бір-екі туып қалғандарыңды айтқанды дауласқандарың не? Мынау просто сөзден жеңіле салу дегенді білмейді да, соны мойындағысы келмейді. Неге мен мойындауым керек? Кешке әжеден сұраймыз, сол кезде көресің, түсінің бе? Көреміз, әже әділдікті жақтайды, туысқандық демес, сол кезде алдында екі пирожки тұратын болсын. Сен не ойлап тұрсың, Зере? Мен конкурсқа шығарма жазсам деп ойлап отырмын, оны әжеден бастасам деймін. Бәсе сосын екен ғой әңгімеге араласпай жатқаным. Әжеден ата туралы сұрауым керек, және де оның ата-анасы туралы да. Жалпы мен түсінбеймін да, осы біз неге жеті атаны жаттаған кезде тек ер адамның аты аталады, ал олардың әйелдері аталмайды. Қалай сонда? Қара, сен жеті атаны жаттайсың, бірақ оның қай жерден, қай рудан, қандай қыз алғанын білмейсің де. Біз тек өз әжеміздің атын ғана білеміз, ал әрі қарай білмейміз. Мен бұны да ойлап көрмеппін, бірақ мен бұны әжеден сұрап көрейін. Жеті әже деген шықса да. Кетші. Осында екенсіңдер ғой, ә? Не болды, апай? Жеті айналып мен сияқты сұлу жігіт таппадыңыз ба? Ой, нағымен естімеді білсетейік. Жоқ, бірнеше күннен кейін бір іс-шара болады, білесіңдер ғой, ә? Иә, айтты. Барлығы оған дайындалып жүр. Соған сендерден бір ән болса, бір ана туралы ма, әлде отбасы туралы болса да болады. Неге біз, апай? Айтатындар көп қой. Мысалы, ана 9-шы сыныптағы Диана вообще күшті айтады. Жоқ, Диана керек емес. Маған өз сыныбымнан керек. Әже, сіз қайдан үйрендіңіз? Маған да әжем үйреткен. Ол кезде бірақ түрлі түсті мынандай жіптер болмаған. Ол кезде тек қана қара мен сұрғаны болған. Солармен жасап жүре бердіңіздер ме? Иә. Әже, ал менің папам жас кезінде қандай болды? Айтыңызшы. Ой, жарықтық, сенің әкең өте бұзық болған. Мен қайда барсаң соңынан етегіме жабысып қалмайтын. Тұрсам тұрады, отырсам отырады, жатсам жатады. Мінекей сондай болған әкелер. Біз қазір олай жасамаймыз ба? Бір-екі рет асылсаң, ей баршы дейді ғой. Бала мәңгі бала болып қалмайды ғой. Баланың ең тәтті сәті ол еркелей алу. Сендер маған әжеу деп келсеңдер, мен бір жасарып қалам ғой. Әже, мамасызды қасықта дұрыс ұстай алмайды дейді, бірақ мына тоқыманы тез тоқып жатсыз ғой. Енді ол мына қолдың есте сақтап қалғаны ғой. Әже, бізге тағы да бұрынғы жайлы ертегілерді айтып беріңізші, мысалы күйеуіңіз жайлы. Бірін кеп бара жатыр ма? Марқұм, ол соғыстан оралған жоқ. Менің енді мына жалғыз жұбанысым ол сендердің әкелерің. Өгей әкеге жау таңдамасын деп, қолымнан келгенін бәрін жасадым. Ешкімнен кем қалмасын деп өсірдім. Енді міне қазір мені балам өзі мені асырап отыр. Менде папа қартайғанда өз жаныма алып аламын. Айтпақшы, әже, біз алдында бір конкурсқа қатысайын деп жатқанбыз. Айттым ғой сізге шығарда тиіспеңіз деп. Қызым, байқамай қалдым. Байқамай қалатын болса ұялдыс па әлде неме? Не болды? Не айқай? Апам телефонды раковинаға жуып жатыр. Не? Қалай? Мен соны сұрап тұрған жоқпын ба? Балам, байқамай қалдым. Байқамай қалған жоқсыз, бәрін әдейі істейсіз. Мам, жай. Жай айта алмайды екем, Дархан таңда. Не мен кетем балаларды, немесе маман кетеді. Сен қуасың ба? Мен бәрін түсіндім, мен кетем. Балам, отбасыңды таңда. Балаларыңды ойласайшы. Енді мам. Әже,
нетіп кеттіңіз? Мүмкін бұл барлық сөздер ашу үстінде айтылған шығар? Ертең-ақ мінезі кетіп қалады. Мен айтты дейсіз. Иә, мән бермеңіз. Сен де мен де бұның бәрін жақсы түсінеміз ғой. Айдана. Айдана. Осы бізді көргендер өмір коридорда жүреді екен деп айтатын болды ғой. Енді басқа қай жерде сөйлесеміз, әрқайсымыз әр сыныптамыз ғой. Негізі неге шақырдыңдар? Біз әшеге тосынсыз жасайық па деп ойлап отырмыз. О, не жасаймыз? Бір портретті шығарып алайық, түрлі түсті қылып. Қойшыл банальный ғой, басқа бір күшті идея айтыңдаршы. Негізі біз ойластырып қойдық, соны жай сендерге айтуға шақырдық. Ой, онда айтпай қой, біз біргеміз ба десек. Ой, қайсар өтірік ренжи салмашы, тыңдасай алдымен. Сонымен не істесіңдер? Фото альбом жасаймыз, ол түсінікті. Содан бір бөлек өлең айтып жіберсек па деп отырмыз. Содан кейін әжелер күнін өткіземіз. Әже үйме магазиннен басқа ешқайда шықпайды, сондықтан барлығымыз бір күн қыдырамыз. Мә, күшті ғой, біз де барамыз ғой, иә? Жоқ, бармайсың. Қайсар мен Айша барады. Барасың әрине. Онда пападан ақша сұрау керек болды. Бізге де әжелер күні туралы айтсақ қуанып қалатын болды ғой. Қандай ән айтамыз? Әже туралы әнді. Не болды, бүгінгі көңіл күйін жоқ қой? Ой, ештеңе емес. Сен ештеңе емесіңді білемін ғой. Айтшы. Кеше мама мен әже ұрсып қалған. Сонда мама айтты, не мен кетем, не әже кетеді деп байбалам салған. Енді? Әже папаға айтты, отбасыңды тыңда деп. Ал мен оның сөздерін түсіне алмай өттім. Ашу үстінде айтқан шығар. Адам мен ондай кезде ойланбай сөйлеп қоя береді ғой. Өзім де сөйлеп ойлағам, бірақ ойда қалып кетті. Мүмкін, бірақ қатты мән берме. Папаны білесің ғой, әжені жалғыз қалдырмайды. Сонымен әнге дайындаламыз ба? Иә, дайындалайық. Мам, әже қайда? Магазинге кетті ме? Әже! Айқайламаңдар, жоқ әжелер неде? Қайда? Неге? Әкелер оның басқа үйге алып кетті. Не? Неге алып барасыздар? Мам, сіз ойнап айтып тұрсыз ба? Жоқ. Неге, мам? Бәріміз үшін сол дұрыс. Кім үшін дұрыс, сіз үшін ба, біздің әжені қайтарыңыз. Алло, иә. Балалар, көңіл күйлерің жоқ қой? Не болды? Пап, сізге бір нәрсе айтсақ бола ма? Я, айта бер, не болды? Дархан ағалар Бағила әжені қарттар үйіне өткізіп жіберіпті. Не? Оны кім айтты саған? Абзал ағалар айтты. Пап, сіз Дархан ағамен сөйлесіңізші, ол дұрыс емес қой. Дархан қалай ғана істеді екен бұны? Айдана тәте не мен не маман кепті, сосын Бағила әжені қарттар үйіне өткізіп жіберіпті. Қалай ғана дәті барады екен. Ағадан көңілім қалды. Иә, әже өте керемет адам ғой. Бұлай болмайды ғой, пап. Ей жансың. Балалар, Сіз кімсіз біздің әжені қарттар үйіне өткізетін? балам, Неге? Неге алып барасыздар? балам, сендерге айтамын ғой, үлкендердің шаруасына араласпаңдар деп. Сонда не, ертең сіз қартайғанда бізде солай жасайық па? Әже сіз туралы көп ертегі айтатын еді. Ертегі болған ба? Дархан, тоқта. О, Мақсат, қалайсың? Балалардың айтқаны рас па? Не болды? Сен не? Бағила әпкені қарттар үйіне өткізгенсің ба не? Мен негіз. Нағыз рахметті білмейтін адам екенсің сен. Мақсат, сен не?
бүйтіп мен жетіскен не істеп жүр деп Не ойлайсың үшін ғой онда? өзің, ә? А? Не үшін? Не үшін? Не? Балаларға киім жетпей жатыр ма? Жейтін тамақ жоқ па? Сол үшін ба? Сол үшін ғой, ә? Жоқ, мен саған қалай айтамын? Бағила әпке, туғанына өкінген шығар сен. Абзал, шақырсам қарамайсың ғой? Не болды? Кеше сөйлескеннен бері звондасам алмайсың ғой? Не енді? Мен не істедім, жай уайымдап жатырмын ғой? Уайымдамай-ақ қойшы, бәрі дұрыс. Апай, енді не істейсің деді? Мен ештеңе айтпаймын, өзің айта берші. Абзал, жалғыз сен ғана уайымдап жүрген жоқсың. Бауырларым бар, мен бармын, бәріміз қапалымыз. Сендерге не келіп кетер бар? Сендердің әжелерің емес ол. Жақсы, түсіндім. Апайға сен айтпайтын айтайын. Ой, кешірші, өйтіп айтқым келмеген негізі. Егер үйде әже болмайтын болса, мына суретінде керегі жоқ. Қой, жыртпа. Жыртып саған екен айтады екенсің да сен де? Жоқ, мен оған қарсымын. Әжені біз-ақ қарар едік қой. Ол үлкен адам, қарау керек те емес еді. Енді әжені көрмейміз ба сонда? Жоқ, мен оған қарсымын. Әжені шығаратын болса, бізді де шығарып жіберсін. Білесіңдер ма, ол қайда? Кеше хабарласқанда жақсымын, уайымдамаңдар деген. Кетіп барып па тек та? Оны айтпай қойды, бәрі жақсы, папаларыңа ренжімеңдер, оның кінәсі жоқ деп. Ертек айтты дейсің ғой. Папаны жек көремін. Сабина, қой, олай айтпа. Мүмкін бір амалы табылып, әже қайта келетін шығар. Жақсы болса, әже мүлдем кетпеу керек еді ғой. Конкурсқа енді ешқандай топ қатыса алмай ма? Қалайсыз Бағила әпке? Ой, Мақсатжан, сенбісің? Қалайсың? Үлкен жігіт болып өсіп қапсың ғой? Сіз де айтасыз сол. Менің қазір 4 балам бар. Баланың көп болған жақсы. Ертең солар сені асырап бағатын. Сіз мені білесіз ғой. Балалар үйінде өстім. Иә, ондайды кім ұмытпаушы еді? Ата-ананың қадірін бізден басқа кім түсінсін? Ана Дарханды енді маңайыңызға жолатпаймын. Жоқ, олай деме. Дархан жаман бала емес. Қарға баласын аппағым деп сізде балаңыз жақтай бердіңіз ғой. Оның істеп жүргені иттік. Жоға, ол ақылды оған мен айтқам. Кетейін дегенде мен едім. Баламның ешқандай кінәсі жоқ. Сол жылдары сіз маған мені анамдай көр дедіңіз. Енді міне ұлыңыз үйге кеткелі отыр. Сенің үйіңе ме? Жоқ, біздің үйге. Бұл енді біздің үйіміз болады. Немерелеріңіз әжем қайда деп қайта-қайта сұрап отырсыз да. Одан да немерелеріңізді қуантып қайтайық, жүріңіз. Балалар, әжелерің келді, қарсы алыңдар. Кәні келіңдер. Ой, жандарым. Әже, қалайсыз? Ой, жандарым, боталарым. Былай тұрыңдаршы, мен де құшақтайын. Қалайсың өзің? Неге адамға жаласа бересіңдер? Жай балалар, әжелерін басып кетпеңдер. Біздің екеніз бе? Бап, әжең де бізбен тұра ма? Иә, Бағила әжелерің енді бізбен бірге тұратын болады. Ура, алақай! Мен чай қояйын, әже, баптап ноутпен чай ішесіз бе? Ноут бар ма? Әрине, сізге де сақтап қойғанмын. Үйге қош келдіңіз, анашым. Енді біз конкурсқа қатыса аламыз ба? Сабиналарға айту керек, мега звондайын. Мен чай қоя берейін. Иә? Қайда кетіп бара жатсыңдар? Кетеміз. Қайда? Абзал, қыздар қайда кетіп бара жатсыңдар? Әжеге барамыз. Мен сендерге түсіндірген жоқпын ба? Ал біз әжені көргіміз келеді. Оны дәл қазір Мақсат аға үйіне алып кетті. Енді ол біздің емес, басқа балалардың әжесі. Бәріне сіз кінәлісіз. Қызым, мен Мен шығып бара жатырмын, барасыңдар ма жоқ па? Абзал, үйтіп мінезіңді көрсетуді қой.
Онда сіз де біздің әжені далаға тастамаңыз. Біз әженің қасында барып тұрамыз, ал егер әже қайта келмесе, біз де бұл үйге келмейміз. Балалар, Бәрібір өскенде тастайды екенбіз, уақыт жоғалтып қайтеміз. Бақытты өмір сүріңіздер енді тыныштықта. Сөйтіп Ханзада қаншайымды құтқарып алған екен. Одан кейін екеуі баянды бақытты өмір сүрген. Мам, қандай күшті. Солай балам. Мен де өскенде патша боламын, ал сен патшайым боласың. Өй жаным, сол мамасының еркесі. Мама, сен мен олай еркелете берме. Ертең мен де сені асыраймын ғой. Қамқоршым менің, өскен өзімен асырайды. Мама, егер болашақта мен саған дауыс көтерсем, болмаса ренжітсем, мені ұрыңызшы. Жарай ма, аямаңыз? Ойбай балам, онда мен саған ертегі оқып бермеймін. Не? Жоқ, мен 40-қа толсам да ертегіні тыңдаймын. Ой жаным, ботам сол, томпиып жатқан түрін қарашы өзінің. Әже қалай сағынғанымызды білсеңіз ғой. Үйге қайтыңызшы, өтініш. Сендер мен көрмеген бірнеше күнде осыншама өсіп қалғансыңдар ма? Қалай өзі? Әже, сізді айналдырмаңызшы. Біз сіз ол үйде тұра алмаймыз. Үйге бірге барайықшы, өтініш. Ей, әже бізбен бірге тұрамын деп айтты ғой, не көндіріп жатсыңдар? Бармайды. Соны айтқан папаларын қабылдай ма өзі? Балалар, біз шыға тұрайық, жүріңдер. Әже, бірдеңе керек болса айтасыз ғой. Жүріңдер шығайық. Тыңдаңдар балалар енді мені. Әкелеріңді болмаған нәрсеге кінәлай бермеңдер. Ой, әже, оларды қанша қорғасаңыз да олардың кінәлі екенін барлығы біледі. Бізге ертегі айтпаңыз. Енді мені мұқият тыңдаңдар. Бұл өмірде біз ойлағандай бәрі бола бермейді ғой. Бірдеме болмады деп күдері үзіп ашуланып, ол ақымақтықтың белгісі. Оның не қатысы бар, әже? Қатысы сол, сендер біздің арамыздағы болған әңгімені білмейсіңдер ғой. Адамды сыртынан қарап бағалау, ол оңай іс. Әже, онда үйге барыңызшы, өтініш. Сізді барлығымыз үйде күтіп жүрміз. Енді ол менің үйім емес. Бірақ папа сізді... Мам. Мам. Не ғой? Оны қалай айтам? Не айтасың? Қалай айтарымды? Мен балаларға барынша түсіндіруге тырыстым. Жоқ, мам. Ол емес. Есіңде ме сен? Кішкентай кезіңде. Мама, өскенде мен өзім бағам сен дегенсің. Сен өстің, мен қартайдым. Бірақ та сен мен үшін әлі кішкентай бала сияқтысың. Мама-ау, сүтімді ыстып берші деп айтатын сияқты болып тұрасың маған. Мам, ұлың ұстым асығыстық қылды. Анау келініңізден айырылып қалам деп. Сізден отбасымнан қалай айырылып қала жатқанымды өзім байқамай қалдым, мам. Кешіріңіз, шақымақ балаңызды. Өтінемін. Мен сенің анаңмын ғой. Кешірем ғой. Кешірмегенде қайда барам? мам, кешіріңізші. Сіз үйіміздің берекесі жоқ екен, үйге қайтыңызшы.
сөйтіп Ханзада мен Қаншайым бақытты ұзақ ғұмыр кешіпті. Бізді әлі күнге дейін ертегі тыңдайтынымызды білсе күлетін шығар. Сен ешкімге айтпасаң, ешкім де білмейді. Әже тағы да біреуін айтып беріңізші. Әже, қазақтың нағыз ертегілерін білесіз бе? Кәні, қайсысын тыңдайсыңдар? Керқұла атты Кендебай, мен үшін сол қызық. Ей, бұл менің анам. Мен сақтаймын. Ой, аға, жасыңыз 40-қа келіп еркелегеннес. Несі бар? Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Сәлем супер көрермен. Енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше.